Ата-ана қадірі. Ертеде Күлік деген ауылдың маңындағы Жылауан өзенінің бойында кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың қартайғанда тапқан Есен деген жалғыз ұлдары болыпты. Есеннің әкесі отбасын асырау үшін күнделікті дарияға ау салып, нәпақасын сонымен табады екен. Ал анасы болса, бақшалық жердің басына барып, күн ұзаққа кеппені қолынан түспейтін болыпты. Есеннің өзі бұғанасы қатпаған жас бала болғандықтан, бір мезгіл үй жұмысын істеп, ал енді бір мезгіл ауқаттан атылған балықты көше базарына апарып сатады екен. Осылай жүргенде бір күні ұйқыға кетер алдында Есенге тойсын ой келіп, оны дереу қағазға жазып, анасының жастығының астына салып қояды. Азанда анасы төсегін жинап жатқанда бір қағаз тауып алады. Онда жазылғаны мынау екен: анасының Есенге күнделікті беретін ақшасы: балықтарды тазалағаным үшін 50 теңге, отын жинағаным үшін 30 теңге, тіл алғыш бала болғаным үшін 50 теңге, от жаққаным үшін 50 теңге, барлығы 180 теңге депті. Кешке Есен базардан келсе, анасы сұраған ақшасын дайындап қойыпты. Алайда анасы ақшалардың жанына бір жапырақ қағазды қалдырыпты. Онда былай деп жазылған екен: Есеннің анасына беретін қарызы: осы үйде өткізген 10 жыл бақытты өмірің үшін ештеме, 10 жыл ішінде ішіп жегенің үшін ештеме, ауырған кездегі бағым күтім үшін ештеме, жақсы ана болғаным үшін ештеме, барлығы ештеме. Қағазды оқығаннан кейін Есен қатты ұялып, қызарып кетеді. Содан соң бақшада жүрген анасына барып, кешірім сұрап, алған ақшасын қайтарып береді. Тәлімге ұлды да шақырар, қызға да дейді қарағым, тілеуін тілеп отырар, әрдайым баланың, дейді олар ақыл санада, жүгін деп бойды билетіп, отырар әр кез балаға, адалдық жолын үйретіп, дейме олар сонда құттырар, бақыт боп сонда келмек күн, сондықтан айтып ұқтырар, не екенін адал еңбектің. Ойында әрбір баланың ата-ана тәлімі, өлшеусіз ісі олардың.